жігітке 7 өнерді қас. 7 өнердің бірі математика. Математиканың төресі алгебра. Үйрендейтін хабардың ең бірінші лекциясын алгебра әдісі деп атамаққа шешім қабылдадым. Себеп, алгебраның атасы, яғни алгебраның атасы Әл-Хорезми, осы Орта Азияның тумасы, Тұран жерінде туған. Арал теңізінің қасында Хорезм дейтін қалада туған. Бұл атамыздың аты бүгінгі күні бүкіл әлемдік цивилизацияға орасан зор үлес қосқан кісі. Мысалы, алгоритм деп атайды. Мысалы, алгебра деп атайды. Осы екі сөздің төркіні біздің атамыздың атына байланысты. Алгебра ол мұқабала дейтін кітап жазған 9 ғасырда. Бұның қазақшасы екі әдіс туралы кітап деген сөз. Бірінші әдіс алгебра, екінші әдіс мұқабала. Осы екі әдістің мықтылығы, кереметтілігі, тереңдігі бүгін оны бірінші кластың баласы біледі. Бірақ бүкіл әлемде Әл-Хорезми айтты. Демек, Әл-Хорезми деген айтатын сөз жоқ. Бұл шындықтың шыңы. Одан таласатын ешқандай біздің құқымыз жоқ деген мағынада алгоритм деген сөз шыққан. Алгоритм деген ереже деген сөз, тәртіп деген сөз. Яғни біз бәріміз тәртіппен жүреміз деген сөз, белгілі бір ережемен жүреміз деген сөз. Мен соны мысал есебінде әңгімені содан бастайын. Бір мысал келтірейін. Балық үшін таяз судан терең жақсы. Ақын үшін қара сөзден өлең жақсы. Мен үшін синусты косинуспен қоғалатып, интегралмен есептейтін көлем жақсы.